Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін бір жасағаннан керемет болып шығатын қазан самса дайындаймыз. Тандыр самсадан еш кемдігі жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен елеп алған ұнымызға жұмыртқамызды салып, оның үстінен уксусымызды, тұзымызды және содамызды құйып, суымызды құйып, қолымызбен өте жұмсақ болып шығатын қамыр дайындаймыз. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Мінекей, менің қамырым дайын болды. Енді осыны кішкене уақытқа тұндырып алдым. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Барлық қажетті заттарды төменде описаниеда жазып өттім. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Мінекей, мен қамырымды жайып алдым. Енді осының үстінен қызып тұрған майымызды құйып, біркелкі етіп шет-шетіне барлық жеріне жағып шығамыз. Майды жағып болғаннан кейін 5-10 минут көлемінде кептіріп ұстаңыздар. Өте соленый болады сол кезде. Мен кептіріп ұстап алдым. Енді соны өте жіңішке етіп, осылай дәл видеодағыдай етіп орап шығасыздар. Міне орап болдым. Енді осыны ыдысымызға салып, холодильникке 10-15 минут көлемінде салып аламыз. Осы уақыт аралығында фаршымызды дайындап аламыз. Етті міндетті түрде қолмен тураңыздар. Қолмен туралған ет самсада өте әдемі көрінеді. Ет және пияз, түрлі дәмдеуіштер қостым. Мен бұрыш, самсаның дәмдеу үшін және де тұз қостым. Сіздер өз талғамдарыңызға қарай қоссаңыздар болады. Осылай бір жұмыртқамыздың ағын үлкендеу ыдысқа, ал сарысын бөлек ыдысқа алып аламыз. Себебі ағын қазір самсамызды қазанға жабыстырған кезде ағынан алып жабыстырамыз. Сол себепті үлкен ыдысқа құйып алыңыздар. Осылай бірдей етіп қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Осылай мен дәл видеодағыдай көрсеткендей етіп, өзінің қатпарлығын жоғалтпау үшін осылай ортасынан басқан дұрыс. Мінекей, енді барлығын әдемілеп жайып шығамыз. Мінекей, мен барлығын жайып шықтым. Енді байқасаңыздар, мен жаңа фаршта ешқандай май қолданбадым. Сол себепті әрқайсысына кәдімгі сливочный маслоны салып шықтым. Егер сіздердің үйлеріңізде қойдың майы немесе іш май болатын болса, фаршқа қосып жіберсеңіздер, өте керемет болып шығады. Әрқайсы самсамызға толтырып фарш салған дұрыс, өте әдемі көрінеді. Мен барлығына бірдей етіп бір қасықтан толтырып салып шықтым. Дәл осы төмендегі рецепт бойынша жасасаңыздар, 16 дана самса шығады. Көбейтем десеңіздер, соны 2 еселеп көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне мен 2-3 видеода көрсеттім. Ең алдымен бір қолымыздан ұстап, екінші жағын әкеле отырып, соңында бір бұрап жібереміз. Түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетейін. Мінекей, осылай бір қолымызбен ұстап тұрып, екінші қолымызбен екінші жағын әкеліп, бір бұрап, қайта қойып қоямыз. Енді осының үстінен жаңағы сары уызымызды жағып шығамыз. Оның үстінен мен күнжіт септім. Сіздер өз талғамдарыңызға қарай мак сепсеңіздер болады. Барлығына күнжіт сеуіп шықтым. Осы уақыт аралығында қазанымызды қыздырып, тұзымызды сеуіп қою қажет. Қызып тұрған қазанға жаңағы ақ уызымызға малып, самсамызды жабыстырып шығамыз. Жабыстырып болғаннан кейін отымызды орташа температурада, қатты қойып жібермеңіздер. Орташа температурада қойып, қазанымыздың бетін жабамыз. Әр 10 минут сайын бетін крышкасын алып сүртіп тұрыңыздар. Мінекей, осындай өте дәмді болып шығатын самса шықты. Асты күйген жоқ. Өте дәмді болды. Мінекей, қарасаңыздар, асты да әдемі болып пісті.